жан сыры деп жазылған психология деген пән. Иә, мен таңдаған мамандық психология. Осы бір мамандық иесі болу менің балалық шағымның арманы еді. Өз тәжірибемде жасөспірімнің өмірін келісті болашаққа бет бұруына тамшыдай болса да өз үлесімді қосу мені одан әрі шабыттандырады. Неліктен осы мамандықты таңдадым? Рухани жан дүниесі қалыптасқан тұлға тәрбиелеуде өз ұстанымым қалыптасты. Балаға ешқашан өтірік айтпау, сүйіспеншілікпен қарау, дұрыс бағыт беру, ішкі жан тыныштығын қалыптастыру, жағымсыз іс-әрекетке бой алдырмау. Дәл осы мамандықтың қиындығы мен қызығын қатар жүретінін білу менің еншіме тиесілі екенін анық айта аламын. Бақытты болу әрбір адамның өз қолында, ал мен бақытымның бір бөлшегін осы мамандығымнан таптым. Өйткені мен үшін баламен өткен бір күнім мереке. Осы орайда ұлы Абайдың даналық сөзі ойыма орала береді. Сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан демекші, өзім де адамның жан дүниесін түсінетін мамандық иесі атанғаныма қуаныш сезімі оянады. Иә, менің таңдауым жантанушы мамандығына түсті. Бірнеше жыл еңбек етемін. Осы уақытқа дейін мен мамандығым бойынша өзіме қандай ой түйдім? Дәл қазір саралап көрейік. Біріншіден, адам жан дүниесін танып білу, жеке дара ерекшеліктерін түсіну мен үшін өте қызықты болды. Оны анықтау үшін зерттеу жұмыстарының маңызы ерекше. Екіншіден, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деп ұлы Абай атамыз айтқандай, әрбір тұлға жұмбақ, сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін аша түскім келеді. Әр баланың жаратылысы мен қабілеті де әртүрлі болады. Бірі өзінің зеректігімен ерекшеленсе, бірі өзінің баяулығымен ерекшеленеді. Бұндай жағдайда өз тәжірибеме сүйеніп, әрбір бала бір жұлдыз жарқырауына көмектес деген ұстаныммен оқушыларға арт-терапияны және жаттығуларды жүргізу өте орынды деп санаймын. Үшіншіден, әрине тәжірибеде мәселе бірден шешіле қоймайтын сәттер де кездеседі. Бұл тұрғыда ата-анамен тығыз байланыс жасаймын. Өйткені тәрбиенің алғашқы ұясы ол отбасы. Сондықтан алдымен тәрбиесін жіті бақылап, содан соң ата-анаға баланың жат қылыққа бой алдырмауының негізгі себептерін дәлелдеп, бірге жол табуға шақырамын. Төртіншіден, бүгінгі біздің қоғамда жаһандану үрдісімен келген қиыншылықтар көбейіп отыр. Жасөспірімдердің жан күйзелісінің көбеюі, еліктіретін бағынышты ойындар, түрлі желілер арқылы әлімжеттік, зорлық-зомбылық, бұның барлығы жасөспірімдердің жүйкесіне кері әсерін тигізіп жатады. Бұндай келеңсіз істермен күресу үшін бірнеше бағытта біріктіріп жұмыс жасаймыз. Жақсы психолог болу үшін не қажет? Ең алдымен терең білім керек. Тынымсыз еңбек жасау арқылы қойған мақсатына жетуге деген өз күшіне сенімділік қажет. Әр адамның жүрегіндегі мұңды сезіп, ойды танып, дұрыс бағыт-бағдар беру бұл психологтың міндеті деп білемін. Жүрек қалауымен таңдаған мамандық иесі ретінде әр шәкіртіме өз мамандығымның қажеттілігін сезіне отырып, сүйсіне қараймын.